Қайырлы күн, кеш, қалайсыздар? Так, мен естіліп тұр ғой, иә? Мен бәріне помахать деп баспасам, мына жерде комментарийларды көрмеймін, сол үшін бәріне помахать деп басып отырамын, өйткені астында қалып қалады екен. Сондықтан бір басып шықтым бәріне. Бүгінгі айтатын тақырыбымыз қазір бүгін таңертең тұрсам, бірнеше жазылған подпискамда болған адамдар бар ғой, әртүрлі журналистер, солардан подкаст туралы естіп жатырмын. Дариға Бадықованың күйеуі подкаст берді деп. Содан кейін кіріп қарадым. Бірінші 1-2 сөйлемін тыңдадым да, кейін түсінікті болды бәрі. Сонымен жауап қоя салайын дедім. Астындағы комментарийларын бір оқып шығайын дедім. Астындағы комментарийларын оқыған кезде мен шокта болдым, таң қалдым. Неліктен? Өйткені біздің адамдар әр айтқан сөзге еріп кете береді екен. Кім не десе, соның сойылын соғып дейді ғой, кете береді екен. Мысалға, бұл жерде критикалық ойлау қабілетінің біраз дамытуды талап ететінін көрсетіп тұр. Қалай сөйлеп отыр, не деп айтып отыр, қандай сөздер айтып отыр деген сұрақтарға жауап беретін болсақ, шындығында бұл адамның біздің алдымызда мысалға психологиялық портреті қалыптасады. Қандай адам отырғаны? Сәл 1-2 минут күтейік па, или мен өзім кешігіп кірдім, 1-2 минутқа бастай берейін ба? Бастай берсем, негізі запись сақталады. Кейін мен адам болса да болмаса да өзімнің ойымды айта беремін. Кейін сақтап қоямын эфирді. Бұны не үшін? Комментарийларды оққаннан кейін тек қана адамдардың критикалық қабілеті дамысын деп қана емес, одан басқа ол адамнан соңында, подкасттың соңында мынандай посыл болды. Әйелдердің қабағына қарамаңдар, күшік күйеу болмаңдар деген посыл болды. Сонда әйел адам, бәріне кінәлі әйел адам деген позицияны подкасттың басынан бастап соңына дейін ұстанды. Сол үшін осы подкастқа талдау жасайын деп шештім. Бірінші, мен негізі Дариға Бадықованың күйеуін мүлдем білмеймін. Олардың арасында не болып жатқанын да білмеймін. Қандай адам екенін, араларында не болғанын өйтіп қатты қараған адам емеспін. Бірақ киносының шығып жатқанын көрдім. Киноға бару керек екен деп ойладым. Өйткені өте көп жақсы отзывтар болды. Сондықтан бұл шум көтерілген кезде мен де соны кіріп қарадым. Соның ішінде жаңағы ер адамның подкастқа келіп, бір мәнді, мағыналы бір нәрсе айтатын шығар деп ойладым. Бірақ мұна айтқан әңгімеден бар подкаст бір әйелді қаралауға арналған екен. Енді бір жағынан бұл адамның сол ер кісінің өмірінде қаншалықты маңызды рөл атқарғанын көруге болады. Соның ішінде мен сіздерге әрқашан рилстарда айтып жүремін, пирамидалық құндылықтар деген сияқты. Сол бір құндылықты біз жоғарыға көтерген кезде, және ол құндылықтан айырылған кезде, біздің өміріміз шайқалып, өміріміздің мәні кетеді. Соның ішінде мысалға, көргендер болса қоса отырыңыздар, не көргендеріңізді, барынша сіздердің комментарийларыңызды кейін қарап шығуға тырысамын. Қазір ойым жинақталу үшін мен комментарийларға жауап бермеймін. Сол негізі мен подкасты көріп, қағазыма түртіп алдым, полный разбор жасау үшін. Негізі түрткі болған сол әйелдің қабағына қарамаңдар деген, оның сол бір посылы болды. Соның ішінде айтсақ, мысалға, басынан бастағанда айтады, мен дейді, оның жетістігі үшін өз өмірімді құрбандыққа шалдым дейді. Жағынан қарасаң қандай керемет. Бір кеңпейіл адамның өз өмірін құрбандыққа шалып,
бір адамға қызмет етіп, бір адамның мәні және мағынасы үшін қызмет еткен адамның кейпі тұр. Бірақ бұның артында не тұрғанын білесіздер ме? Бұның артында ашу тұр, ыза тұр, кек тұр, бұл жерде реніш тұр. Оны қайдан көруге болады? Өйткені ол сол Дариғаны өзінің өмірінің мәні деп таңдаған кезде тағы да мынандай сөздерді көруге болады. Ары қарай оны ашамын. Мысалға, әйелім маған еркіндік бермеді дейді. Сосын мен оған еркіндік бердім дейді. Әйелім мен әрқашан қызғанып, маған тыныштық бермеген соң, мен жұмысымнан бас тарттым дейді. Одан кейін мен өзімнің әйеліме еркіндік бердім дейді. Бірақ бұның артында бұны басқа жақтан қарайтын болсақ, мен өз өміріме жауапкершілік ала алмадым деген сөз тұр. Мен өзімнің өміріме жауапкершілік ала алмадым, сондықтан менің өзімнің өмірімде бір өте маңызды, бір мен үшін құндылықтар, мен үшін бір мән болған жоқ, өзімді танымадым, өзімді білмедім, сондықтан қасымдағы адамның соңынан ілестім дегенді білдіреді. Яғни өзімнің өміріме жауапкершілік ала алмадым деп тұр. Одан кейін менің сағымды сындырды деген сөз бар. Яғни бұл менің сағымды сындырды дейді. Бірақ сіз өзіңіз келіспесеңіз, сіздің сағыңызды ешкім сындыра алмайды. Егер сіздің бойыңызда күрескер рух болса, сіздің не үшін, неліктен, мысалға, бір маңызды нәрсені істейтініңізді, әрекет істейтініңізді білетін болсаңыз, сіздің сағыңызды ешкім сындыра алмайды. Және ол менің сағымды сындырды дейді. Одан кейін сағын сындырғаннан кейін сол кісіге қарап қалдым деп, енді тәуелді болып қалдым деп тұр ғой. Бірақ адам әрқашан жертва позициясындағы адам, бұл әрқашан тәуелділік рөлін, тәуелділікті ол өзіне тиімді болған соң таңдайды. Егер өздеріңіздің араларыңызда болса, мысалға, мен бір адамға тәуелдімін, бір адамның көңіліне қарап тұрамын, енді көңілге қарау керек, бірақ әрқашан менің өмірім бір адамға тәуелді десеңіз, оның артында сізге бір тиімді нәрсе бар. Мысалға, оның ақшасы бар, мысалға, ол сізге қарағанда сенімді, мысалға, ол сізге қарағанда мықты деген сияқты. Мысалға, оның нақты өмірлік позициясы бар, өмірлік принциптері бар. Сіз әлі өзіңіз үшін айқындаған жоқсыз, анықтаған жоқсыз. Сондықтан басқа адамның соңына ілесіп, басқа адамға тәуелді болып, сол адамның қызығушылықтарымен бірге айналысып кетесіз. Және бұл оны өзінің қателігін мойындау өте ауыр болған соң, жаны ауыр болған соң, бір кінәліні, өзінің осындай өкінішті өміріне кінәлі адамды іздеу бағытын таңдады, іздеуді таңдады. Мен осындай өмірім осындай болды, бірақ мен қазір айтсам, мен кінәлімін, мен осыған жауаптымын десем, бұл мен үшін өте ауыр, бұл менің жанымды ауыртады, сондықтан бұл менің эгома қатты тиеді, сондықтан мен кінәлі адамды көрсетейін. Ол мынау адам, мысалға, Дариға Бадықова, менің өмірім үшін кінәлі деп тұр. Бұның біз үшін, мысалға, бізге қандай құндылығы бар деген сұрақ туындауы мүмкін сіздерде. Мен сіздер айырып алсын деп жатырмын. Мысалға, жаңағы подкастты көріп, бәрі де мына қандай күшті, қандай аянышты, қандай жақсы адам, қандай простой адам деген сияқты комментариялар болып жатыр. Бірақ мен айтайын, бұл адам бала позициясындағы, оның ішінде жертва, құрбанның позициясындағы адам. Оны ары қарай ашамын. Мысалға, ол айтады, ол мені былай деп сендірді дейді. Сонда бірақ сен егер сенбей тұрсаң, сені ешкім сендіре алмайды. Оны сенген өзі. Мысалға, мынандай болады да, инфантильный адам, бала позициясындағы адам, өзінің мәнін, мағынасын, құндылығын анықтамаған соң, өзіне бір идеалды адамды айқындап қояды. Сол оның барлық, дұрыс айтады, обычно, на стороне жертвы, барлық оның қажеттіліктерін өтейді, барлық қызығушылықтарын өтейді. Сондықтан ол адам идеальны болу керек, оның барлық стандартына, оның барлық ойына, көзқарасына, одан күткен бір үмітін ақтайтын бір сондай идеальны адам болу керек. Жаңағы одан күткеніне сай болу керек. Ол адам
бірақ біз идеалды адамды ешқашан өмірде көрген емеспіз. Сондықтан ол адам кәдімгі өзінің адами қабілетін, адами қасиетін, адами бір кемшіліктерін көрсеткен кезде ол адамның одан көңілі қалып, ол адаммен өштесіп, ол адамды кінәлап, одан кек алуға тырысады. Дәл қазіргі жағдайда сондай болып жатыр. Дариға Бадықова күйеуінің көңілінен шықпады, оның ойынан шықпады. Менің ойымда бұл Дариға Бадықова былай істеу керек еді, менің мынандай қызығушылығым бар, менің мынандай қажеттілігім бар, оларды жаппады, сондықтан ол бәріне кінәлі. Ал мен кінәлі емеспін. Сондай позицияны ұстанып отырған бала позициясындағы адам. Содан кейін жаңағы еркіндік бердім деген айтып тұрғаным, ол еркіндік берген жоқ. Керісінше, менің идеалыма сай бол деп одан талап етті. Және ары қарай жаңа оны айта кеттім, мен түртіп қойған жерім бар екен. Бұл жерде сен ол адам үшін өзіңді жоғалтқан жоқсың, керісінше өзіңнің кім екеніңді білмеген соң, ол адамды өзіңнің өміріңнің мәні еттің деп айтқым келеді жаңағы ағайға. Ағай шығар енді бізге. Отбасында, одан кейін айтады, маған бір кісі айтты дейді, нақты есімде жоқ кім айтқаны, отбасында бір ғана шығармашылық адам болу керек, екі адам бола алмайды, екі адам болуы мүмкін емес деген сияқты айтты дейді. Бұл жерде біз нені көреміз? Бұл жерде тағы да жаңағы бала позициясындағы адамның ойын көреміз. Өйткені семьяда екі мықты адам болуы мүмкін. Бастысы бір-біріне деген сыйластық, бастысы әр адамның өз болмысын қабылдау, басқа адамның болмысын қабылдау. Бұл жерде болып тұрған нәрсе жарыс пен бәсеке болып тұр. Мысалға, екі творческий адам жолықса, бір жерде біреуіміз мықты болу керекпіз. Яғни бұл жарыс арқылы дәлелденеді. Мен саған дәлелдеймін, сенен гөрі мен мықтымын деген. Басқа адам асып бара жатса, оның аяғынан шалу керек. Сол сияқты бұл адам сол Дариғаның аяғынан қазіргі күні керемет боп фильмі шығып жатқан кезде, рекламасы жер жарып жатқан кезде, отзывтары керемет болып жатқан кезде, дәл аяғынан шалып, тасадан тас лақтырған сияқты болып тұр. Содан кейін бұл жерде тағы да бір нәрсе айта кеткім келетіні, жаңағы айттым ғой, саналы ересек адамдар отбасын құрған кезде екеуі бірге өседі, бірге өнеді, бірге дамиды, түсінбеушіліктеріне бір-бірінің дұрыс қарайды. Мысалға, мен былай ойлауым мүмкін, сен былай ойлауың мүмкінсің, оның бәрі нормально. Бұл жерде ешқандай жаман нәрсе жоқ. Әркімнің өз ойы бар. Біраз уақыттан кейін мен ол ойымды өзгертуім мүмкін, не болмаса өзгертпеуім мүмкін. Бұл міне еркіндікті беру деп есептелінеді. Одан кейін жаңағы отбасында мысалға әртүрлі рөлдер болады, енді естіген шығарсыздар. Мысалға, ана мен бала, әке мен қызы деген сияқты біреуі басымдылықты танытып тұрады. Кейбір адамдар осы рөлде әп-әдемі өмір сүріп жатады. Өйткені басынан бастап осы рөлге дағдыланған. Мен мысалға кішкентай баланың рөлін ойнап отырмын, мынау анамның рөлін ойнап отыр деген сияқты. Бұл жерде қайдан байқауға болады? Бұл жерде анасы мен баласының рөлін ойнап жатқандары. Ол айтады, мен звондадым, сұрадым дейді жаңағы күйеуі, машина алсам 10 миллионға, 15 миллионға машина алсам болады ма? Жоқ, болмайды деп айтты. Еще былай айтты, ол 10 миллионға ал деп айтты. Одан кейін мен 10 миллионға машина іздедім. Сосын тағы звондадым, ол маған жоқ деп айтты. 10 миллионға емес, одан ол қымбат деп айтты. Яғни бұл жерде біз көреміз рөлдардың ауысқанын. Жаңағы Дариға анасының рөлін ойнап тұр, ал күйеуі оның баласының рөлін ойнап тұр. Маған рұқсат берші деген жауапкершілік. Бұл жерде жаман жері, бұл жердегі жаңағы балада жауапкершілік жоқ. Жауапкершіліктің бәрі жаңағы ересек адам анасына артылады. Анасы кінәлі болады, бір нәрсе болса, өзінің ойынан шықпай жатса, соны кінәлап отырады. Сосын жауапкершілік. Так. Яғни, сонымен қатар енді біз анамызды қалай көтерген сияқты, мысалға, бұл жерде де бұл адам менің өмірімнің мәні. Өзімнің ол адамды жоғалту, ол үшін өмірдің мәнін жоғалтумен тең. Өмірдің мәнін жоғалтқан адамның ісі жаңағыдай подкастқа шығып, осындай интервью беру.
бір сағатты арнап Дариғаны жамандау. Мысалға, ол былай істеді, сосын мен былай істедім, ол былай істеді, сол үшін ол кінәлі, сол үшін менің сағым сынды, сол үшін мен жұмыс істей алмадым, сол үшін мен осындай туған туысқанмен қатынаса алмай қалдым, әкеммен қатынаса алмадым, әпкелеріммен қатынаса алмадым деген сияқты. Ересек адам болса, мысалға, әртүрлі өмірде қарым қатынастар бар. Мүмкін қатынаса алмаған шығар Дариға ханым, мен білмеймін оны. Бірақ егер шындығында ол қарым қатынас сен үшін маңызды болса, сен әке шешеңді санаторийге жібересің бе, кафеге шақырасың ба, отель жалдап сол жерге шақырып қонақ қыласың ба, басқа бір қазіргі күні енді мүмкіндіктер мол ғой, сондай бір керемет бір енді ақша таптым деп отыр ғой, сол үшін айтып отырмын. Демалыс орындарына шақырып өзіңнің сыйластығыңды көрсетесің бе, бұл өзіңнің еркінде. Ал бұл жерде солай мен Дариға үшін өзімнің туған туысқаныммен қатынаса алмадым деп тұр. Бұл да бала позициясы. Менің ешқандай еркіндігім жоқ, менің жауапкершілігім жоқ, мен ештеңе істей алмаймын, маған рұқсат керек дегенді білдіріп тұр. Одан кейін ары қарай жаңағы мен өзімнің шығармашылығыммен құрбан еттім деген, бұл негізінде бір иллюзия. Ол мысалға оны қайдан көруге болады? Мысалға, жауапкершілікті арта алмаған, өзінің өмірінде мәнін таба алмаған адам оны сырттан іздейді. Біз, например, мысалға іштен іздеу керекпіз. Ішімізде біз үшін не маңызды, туған туысқандарым маңызды деген сияқты. Не болмаса, әке шешем, бала шағам, жора жолдастарым, одан кейін мен үшін мынау осы құндылық маңызды, өмірлік позиция маңызды, мынандай бір адамға деген сыйластық маңызды, мен үшін мынандай шығармашылық маңызды, мен ән айтамын деген сияқты. Ал бұл жерде өзінің ішінен емес, сырттан мән іздеуді біз оның жасөспірім кезінде байқаймыз. Мысалға, ол айтады, мен анаммен келе жатқан кезде мен анамнан сұрадым дейді, машинаны қалай деп айтып еді, бізде неге машина жоқ, біз неге бай емеспіз деп сұрайды. Бұл жерде енді бала позициясындағы адам, балалық шағы, бұл әдеттегі жағдай. Мысалға, одан кейін өсе келе адам бұны өзгертеді. Мен машина алу үшін не істеу керекпін? Мен бай болу үшін не істеу керекпін? Мен үй алу үшін не істеу керекпін? Маған не байланысты? Менен не күтіп тұр деген сияқты, мысалға. Сондай нәрсе болу үшін сұрақ қояды. Ал бұл жерде дәл осы позицияны бұл айтады. Бұл балалық шағындағы, жасөспірім шағындағы ғой деймін, түсінігім бойынша. Бұл соны өмір бойына ересек қазіргі күнге дейін алып келе жатыр. Соны бұл сырттан күтеді. Неге бізде жоқ? Кім беру керек бізге? Неге бермейді деген сияқты. Осы жерден тағы да бір нәрсені айта кететін болсам, 3 рет мысалға умраға бардым дейді. Енді мен білмеймін, мүмкін ол шындығында бір ішіне үңіліп, бір руханилығы өсіп барған шығар, бірақ бір жерден де мына нәрсені байқауға болады. 3 рет умраға барған кезде адам тағы да бір бала позициясындағы адам өмірден бір ғажайыпты күтуі мүмкін. Маған байланысты емес, бұл нәрсе маған байланысты емес, бұл бір мүмкін қазір маған кішкентай балалар күтеді ғой Дед Морозды, бүгін бізге подарок әкеліп береді, ол Дед Мороз деген сияқты. Сол сияқты бір нәрсені күтеді. Қазір маған өміріме бір керемет бір нәрсе сыйлайды деген сияқты. Бір керемет бір өмірімде ғажайып болады деген сияқты. Мысалға, бұл соның көрінісі болуы мүмкін. Бірақ бұны нақты солай деп айта алмаймын, өйткені адамның не оймен барғанын білмеймін. Бірақ осы көрініс соған тоже жиі осындай болып жатады. Мен өмірімді өзгеру үшін мысалға 10 рет үйде медитация жасап, дұға оқып, қайта мешітке барып отыра бердім деген сияқты. Бұл да бір ғажайыпты сырттан күткен. Ал өзің не істедің деген кезде, осыны істедім дейді. Басқа не істедің? Басқа ештеңе істемедім дейді. Сол сияқты, сол үшін айтып отырмын. Одан сосын керісінше айтатын нәрсе бұл жерде мысалға шынайы сенім, керісінше сенің жауапкершілігіңді арттырады. Шынайы Құдайға сенген адам жауапкершілігін нығайта түседі. Бұл өзі бір параллельно жүретін нәрсе. Ал егер сен өмірден тек қана менің талабыма, менің үмітіме ақталатын бір ожиданияларымды ақтайтын нәрсені күтемін деген кезде, бұл
жауапкершілікті арту емес, керісінше тағы да сыртқы күштерге сенуді білдіріп тұр. Одан кейін бұл енді тағы айтқым келгені, бұл жерде ол кісі күшік күйеу болған жоқ, күшік күйеу болдым деп отыр ғой енді. Бірақ күшік күйеу болған жоқ, өйткені оны қайдан байқауға болады? Енді ол анасына жауапкершілік артқан. Бұл жерде жаңағы Дариға ханым анасының рөлін ойнап отыр ғой. Соған жауапкершілікті артқан, одан рұқсатпен қолдау іздеген, бере алмаса оны кінәлаған, оны қаралаған бала позициясындағы адам. Қазіргі күні енді есейіп, не болды, не үшін осындай болды, осындай мен өмірімнің осындай, енді әрбір адамның басына неше түрлі жағдай түсе береді. Бірақ не үшін осындай болып жатыр деген сұраққа шынайы жауапты өзінің ішінен іздеп тұрған жоқ. Осы жері оның өсуіне кедергі келтіріп тұр. Егер адам осындай жауапты ішінен іздесе, қаншалықты ауыр болса да, қаншалықты жаны ауырса да, соған шынайы жауап берсе, бұл адамның есеуіне әкеледі. Мен осы жерде қателесіппін ғой, ол да идеал адам емес, бірақ менен де қателік кеткен екен ғой дегенді мойындау, осы жерден бастап адамда өсу, даму болады. Сен басқа адамды кінәлаған сайын, сен жертва боласың. Жертваның кейпіндегі адам, ол тек қана былай жаңағыдай біләймсіп, ойбай, мен осындай болдым, мен бәрін құрбан еттім, мен өйстім деген адам ғана емес. Бұл адамның ішінде әрқашан, жертваның ішінде әрқашан агрессия болады. Сонда естеріңізге сақтап алыңыздар. Жертва кейпіндегі адамды бір қарап көрсеңіз, бір бақылап көрсеңіз өзіңіз үшін, оның ішінде подавленная агрессия болады. Басып тастаған агрессиясы. Қазіргі күні мысалға сол подкаст арқылы оны жақсылап шығарып отыр. Содан кейін тағы да бір нәрсе айтсам, соңында былай дейді. Мен дейді, ер адамдарға посыл, не айтасың дейді, қандай кеңес бересің деген сұрақ қояды ғой жаңағы журналист адам, журналист па, или подкаст жүргізуші адам. Сонда мен дейді, сендер әйелдеріңнің қас қабағына қарамаңдар деп айтар едім дейді. Күшік күйеу болмаңдар деп айтар едім дейді. Бірақ бұл жерде айттым ғой, жаңағы ауырлықтың, жаңағы жаны ауырғанның бір эмоционалдық жарылысы болып жатыр да. Сол мен осы қателікті жібердім, дәл осы қателік менің өмірімді құртты, тек қана менің өмірім осыған ғана байланысты болды дегенді көрсетіп отыр. Басқа сенің өмірің қайда, басқа сенің қызығушылықтарың қайда, өміріңнің басқа салалары қайда, неге сенің өмірің дәл осыған тіреліп тұр деген, тағы да бұл құндылықтардың жоқтығының тағы да бір көрінісі. Адам үшін бар ғой негізі, оның іші бәрі ішінде бар, мән де бар, мағына да бар, құндылық та бар, бірақ өзі онымен іздемеген, оны қарастырмаған, тек қана сыртқа жаңағы қалай машина алам, машина алам емес, қалай менде машина болады, мыналар неге бай деген сияқты сұрақтарға жауап берген. Сондықтан қазір сыртқы күштерді өзінің ішкі жанының ауырғанына кінәлап отыр. Так, ары қарай не айтам дедім тағы сіздерге. Саналы ересек адам бұл әйел адамдарды ешқашан түсірмейді. Өмірдегі өкінішін оған артпайды. Керісінше өзінің ішіне үңіліп, менен қандай қате кетті, менің қандай көлеңке тұстарым бар, менің әлі де немен жұмыс істеуім керек. Ажырасу бұл өмірдің соңы емес. Бұл өміріңнің бір этапы. Мүмкін сен ол жерде көп қателік жіберген шығарсың. Бірақ саған қазір өмір қайтадан мүмкіндік беріп тұр. Сенің әлі өмірің бар. Не істей аласың? Қазіргі жағдайда бұны қалай өзгерте аласың? Бұл жерде сен үшін, мысалға, олардың жақсы күндері де болды ғой. Олардың бақытты шақтары да болды. Сол жерден не алдым? Қандай құндылық алдым? Деген сұрақтарға жауап берсе. Енді әр адам олай жауап бере алмайды. Сондықтан мысалға психологтың көмегі не үшін керек? Сол үшін керек. Мысалға өзіңіз ойларыңызда шатысып, шыға алмай, бір ойды бәлен рет басыңызда айналдырып алып қалған кезде, психологтың көмегіне жүгінесіз. Психолог не істейді? Ол сізге жаңағы бір ғажайыпты, бір міне деп өміріңізді өзгертпейді, бірақ ол сіздің ойыңызды өзгертеді. Бір нәрсені жан-жақты қарастыруға көмектеседі. Өзіңіздің мысалға менің өмірімде осындай мен нәрселерді істедім. Неге істедім? Жаңағы эгоистік позициядан істегенін адам мойындаса, жоқ, мен өмірімнің
барлық шығармашылығымды, барлық жұмысымды, барлық құндылығымды осы Дариғаның аяғының астына келіп тастадым да құрбан еттім деген емес. Бұл маған тиімді болған үшін істедім. Өйткені бұл жерде мен үшін бір выгода бар еді деген сөз. Сосын сосын ол айтады, Дариға дейді, мысалға 15-16 жыл неліктен осылай жүрді, қазіргі уақытта неге бүйтті, ол байыған соң кетті дейді. Бұл жерде біз Дариғаның байыған соң кеткен емес, керісінше оның өскенін көреміз. Өйткені былай қараған кезде, мысалға кино түсіру оңай емес, 4-5 адамды біз жинап алып, басын біріктіріп, бір нәрсе ұйымдастырсақ, соның ішінде айғай шу болып, бір-біріне бағынбай, бір быт-шыт болып кетіп жатады, Ал бұл жерде жаңағыдай, мысалға бір керемет, барлығы жылап шығып атқан, біздің елімізге, біздің адамдарымызға керемет бір құндылық беретін киноны түсіру, осыншама команданы ұстау, бұл оның өзінің бір керемет қасиеттерінің бар екенінің көрсеткіші. Соның ішінде мысалға ол адаммен тіл табыса білу, мысалға мәнді мағыналы нәрсені таба білу, оны адамдарға жеткізе білу. Оның бір керемет қасиеті емес пе бұл да? Бұл киноны бастан аяқ түсіріп, экранға ұсынып, одан кейін халықтың қошеметіне орану деген, бұл жай нәрсе емес, бұл оңай нәрсе емес. Бұл ол адамның мықтылығының көрінісі. Ал бұны істей отырып, ол адамның өскені, әрине, әрбір қателікті дептім ғой, әрбір істі істеген сайын біз өсеміз. Мысалға алдымызға мақсат қойдық, мен осы фильмді түсірем дедім, сол фильмді бастан аяқ түсірдім. Соны түсіріп келе жатып, мен әртүрлі, мысалға біреу жұмысқа шықпай қалды, тағы да бір нәрсе болмай қалды, жаңбыр жауып кетті түсіп жатқан кезде деген сияқты, енді ішкі моменттерді білмеймін, бірақ ішінде әрқашан бір қиындықтардың туындағанын білемін. Ал ол қиындықтардан өткеннен кейін ол адам өсіп басқаша болып шығады. Және бұл мән-мағынаны басқа адамға бере білу, бұл да оңай емес, бірақ көрермендердің отзывтары бойынша керемет деп жатыр. Яғни жүректен жүрекке жете алды. Бұл адамның айтқысы келгені басқа адамның жүрегіне жетті деген сөз. Так, соны айтқым келеді, Сол ең соңында айтқым келетіні, ол байып кеткен соң кетті деді. Жоқ, ол байып кеткен соң кеткен жоқ. Ол өскен үшін кетті. Соның ішінде ол айтады, маған тоқал ал деп ұсыныс жасады дейді. Бірақ бұл да бір ересек, Дариға ханымның ересек позициясының көрінісі болуы мүмкін. Өйткені бұл адам көріп тұр, мен мына адамды, мысалға, жертва позициясындағы адамды қанағаттандыру, адамның ойынан шығу өте қиын. Сондықтан мүмкін ол көрді, мен шыға алмаймын, біз екеуміз бақытты өмір кеше алмаймыз. Бұл адам мүмкін басқа елмен бақытты болар деген сияқты ойлаған шығар. Сондықтан саған тоқал алайық деген ұсыныс жасаған шығар деген ойдамын. Бұл керісінше бір ересек адаммен бала позициясындағы адамның өмір сүре келе осындай барлығын жоғалтып, соңында осындай бүгінгідей жаңағы ер адамның әйел адамға жауапкершілікті артып, қаралап, жамандау арқылы өзін ақтауын мен үшін бір өте бір түрлі болды, ауыр болды. Бірақ ол адам айта береді, жаңа айтқандай, адам айта береді. Бірақ басқа адамдардың оған сеніп, деп бәрі, сен қандай кереметсің, Дариғаның киносына бармаймыз деп атқаны мен үшін өте бір шокта болдым. Неге адамдар адамның сөзін қарамайды? Неге дұрыстап тыңдамайды? Не деп айтып отыр? Қалай айтып отыр? Деген сияқты. Сол үшін түсіндіруге тырыстым. Ойымды жеткізе алдым деп ойлаймын. Егер сұрақтарыңыз болса, дәл осы темада қойыңыздар. Ал жеке консультацияма жазыла аласыздар. Өзіңіздің сұрақтарыңыз бойынша, жеке басыңыздың сұрақтары бойынша. Дәл мысалға, мынаны қалай болды, мен көрген едім, мына жерде мен былай ойладым, мен сізбен келіспеймін, өйткені бұл жерде былай деп тұр десеңіздер, жазыңыздар, жауап беремін. Сіз менің оймен келісуге міндетті емессіз. Сіздің өз ойыңыз бар шығар. Сіздің ойыңызды да тыңдап, бәлкім солай шығар деп мен қарастыруға да дайынмын. Так, рахмет.
Рахмет, жақсы түсіндіреді екенсіз дейді. Рахмет. Жанар әпкенің сторисынан келіп тұрмын дейді. Қош келдіңіз. Не үшін, психологқа не үшін жүгіну керек білмейді. Көбі білмеу мүмкін, бірақ бұл поэтапно болатын нәрсе. Жаңағы басын бастағанда мен айттым. Психологқа жүгіну бұл критикалық ойлау қабілетін дамытады деп. Мысалға, психологтардың бір әдістерінің бірі бұл сократический диалог дейді ғой, жаңағы Сократтың диалогы. Біз сұрақ қоя отырып, адамның бір проблеманы жан жақты қарастыруға қандай мүмкіндіктері бар, бұл менің әсер ете алатын зонам ба, әлде мен бұған әсер ете алмаймын ба? Мысалға, землетрясение болып жатса, жаңағы жер сілкініп жатса, біз білеміз, бұл әсер ете алмаймыз біз бұған, не болса да. Жаңбыр жауып жатса, біз бұған әсер ете алмаймыз. Бұл бізден бейімделуді талап етеді. Яғни біз аламыз да, қолымызға қолшатыр ұстаймыз да, соған бейімделіп шығамыз. Басында бірақ бізде бір стресс болады. Ой, мен бүгін күн күшті болады деп ойлағанмын деген сияқты. Ал күн осындай болып тұр. Сондықтан мен қолшатырымды алып шығамын. Яғни біз бейімделдік. Сондықтан адамның өмірінде әртүрлі жағдайлар болады. Кей жағдайларға біз бейімделеміз, кей жағдайларға жоқ, біз келіспейміз, мына жерде біз былай істейміз деп позиция таңдаймыз. Кей жағдайларда іс-әрекетімізді өзгертеміз, ойымызды өзгертеміз. Соның бәріне психолог көмектеседі. Ал маған сенім артып, менің эфиріме келгендеріңізге көп рахмет. Бір 90 ауыз сөздің тобықтай түйіні, бала позициясынан шығуға тырысыңыздар. Бұл адамды бақытсыздыққа ұшыратады. Бұл бала позициясымен эгоизм ұштасып жатады. Мен мысалы, маған, сен кінәлісің, мен ойымнан шықпадың деген сияқты. Бұл керісінше өзіңізді бақытсыз етеді. Дариға қазір бір сілкінеді да, бір уайымдайды да, бәлкім бір жылап алады да, ары қарай тұрады да кетеді. Өйткені рухы мықты адам екені көрініп тұр. Күрескер адам екені көрініп тұр. Сондықтан өзіңізде күрескер рухты тәрбиелеңіз. Жақсы, сау болыңыздар. Так, мынаны қалай аяқтаушы еді, мен ұмытып қалдым. Рахмет. Қалай аяқтайды? Так. X-ті бассам ол аяқталады ма? Мен сақтай алам ба? Жоғалтып алам ба деп тұрмын да. Рахмет. Жиі анда-санда бір темаларға байланысты кіріп тұрамын. Бүгін аяқ асты кірді. X-ті басып сосын сақтаймын ба? Кім біледі қалай сақтайтынын? Сақтағым келген еді эфирді. Жарайды, көрейін не болса да.